Сәлеметсіздер ме 3-ші сынып оқушылары. Бүгінгі видеода мен сендерге 3-ші тоқсанның бірінші бұлжабысына талдау жасайтын боламын. Яғни түсініп беретін боламын. Unit Art and Music. Art and Music тақырыбына бұлжабы жасайтын боламыз. Reading. Яғни оқылым бөлімі. Task 1. Read the text and answer the questions. Complete sentences дейді. Тексті оқыл дейді және сұрақтарға жауап бер және мына бос орындарды толықтыр дейді. Текст оқимыз. Mexican mariachi music. Мексикалық музыка дейді. Музыкасы. Мексикандардың музыкасы дейді. Mariachi music is popular type of Mexican music. Mariachi музыкасы Мексиканың өте атақты музыкалық типтеріне жатады дейді. Mariachi groups need 7 people to play in the instruments. Mariachi группасында 7 адам инструментте ойнайды дейді. Яғни аспапта ойнайды. 2 people play the violin. 2 адам виолончельде ойнайды дейді. 2 people play the trumpet, 1 person plays the Spanish guitar. 1 person plays the guitar and 1 person plays the vihuela. The people playing the instruments in the mariachi group also sing. They sing about love and feeling happy. Бұл жерде бізде бос орындар берген. Сол бос орындарды текстің ішінен тауып толтыруымыз керек. Яғни how many people need to be in a mariachi group? A mariachi group needs 7 people. What instruments has mariachi music got? Екінші, what instruments has mariachi music got? Write the names of 3 instruments. Яғни mariachi музыкалық тобы қандай инструменттерді ойнайды? 3 инструмент жаз дейді. Mariachi music has got violin, trumpet, guitar. What topics do the mariachi singers sing about? They sing about love and feeling happy. Осылай бірінші тапсырма аяқтаймыз. Келесі бізде екінші тапсырма speaking, сөйлеу бөлімі. Task 2. Listen to the teacher's questions and answer them in full sentences. Бірінші, яғни бұл жерде мұғалімнің сұрақтарын тыңда және соларға жауап бер дейді. Бірінші бізде do you like Kazakh music дейді. Қазақ музыкасын ұнатасың ба дейді. Екінші, what is your favorite musical instrument? Сенің ұнататын немесе сүйікті музыкалық аспабың қандай дейді. What is your favorite song? Сенің сүйікті әншің қандай, әннің қандай дейді. Do you listen to Kazakh music? Why don't you listen to Kazakh music? Яғни сен қазақтардың музыка, яғни қазақ музыкаларын ұнатасың ба, тыңдайсың ба дейді. Егер тыңдайтын болсаң не себепті, егер тыңдамасаң не себепті дейді. Imagine you went to a music museum with your class yesterday. What did you see there? Елестет дейді, яғни музыкалық музейге сыныппен бардың дейді. Және сен ол жерде не көресің дейді. Осы сұрақтарға жауап береміз. Бірінші, яғни сұрақты қайталап оқымай қойын, сразу жауап берейік. Yes, I like Kazakh music. My favorite musical instrument is piano. It's a let it go. I listen to Kazakh music. I like it because Kazakh music clearer to listen. I see there in sheet music discs and different instruments. Яғни бұл жерде әр оқушының жауаптары әртүрлі болуы мүмкін. Бұл тек мысал ретінде жазғаным. Осы мысалдарға қарап, өздерің сұрақтарға жауап берсеңдер болады. Сонымен бүгінгі бұлжабы талдау аяқталды. Онда сау болыңдар балалар.